Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz распаковкачек ашамыз. Ya dostlar, Ажар дұрыс айтты. Бізде бүгін распаковка. Бірінші затымыз ол мынандай коробка. Бірінші алып қоямыз. Оны ашуға болады. Вот. Ол ішінде бір лампа. Бұл бізде лампа және мындай қара пакеттер. Соны енді ашатын боламыз. Бірінші мынаны ашатын болайық. Пакет емес. Жарайды. Бұл бізде штатив болу керек. Қазір енді лампаны ашамыз. Лампа. Вау, қандай әдемі. Және кішкентай. Бұл бізде тоққа басатын жері. Мына жерде біздің телефонымыз тұрады. Және бұл лампада 3 режимі бар. Енді біз сіздерге сапалы видео түсіруге тырысатын боламыз. Енді не істейміз? Қосып көрсетеміз бе, Зене? Штативті қосып көрсетейік, иә? Иә. Міне бізде осындай штатив. Ол бізде 170 сантиметрге дейін жетеді, языр. Нақта көргеніңіздей жаңа айттым. Нақта біздің телефонымыз тұрады. Мынаның ішінде не бар екен, достар? Бізде мынау менің футболкам. Blackpink. Тағы бір футболкам. Менде тағы бір футболкам бар. Мынау менде екінші футболкам. Бұның ішінде вау! Мынаның ішінде карточки. Күшті. Бұның сапасы өте жақсы. 100% хлопок. Күшті, я довольна. Келесі бізде мынау. Это джинсы. Ол менікі. Я, ол маманікі. Мен анамдікі. Қазір енді ашып көріп. Енді қатты, ой. Шытырлақ па? Вау. Керемет. Маған ұнайды. Красиво так. Мам, это не слишком для тебя. Неге слишком бұл керек? Тартып алғым келіп тұр ма, не? Сен так мен бүкіл киімді тартып аласың. Давай, әкел маған. Это правильно. Ой, какой маленький. Акимяши. Не нашаться. Менікі ғой. Ой, колготки. Это либо носочки, или... Давай. Лосины, наверное. Я знаю. Колготки. Носочки. Давайте не будем угадывать, а просто... Они күшті шалбар. Зене пушка такими. Бұл жолы Зене поштасы көп заказ берген. Өйткені алдыңғы жолғы видео бізде сапасыз болып қалғаннан кейін шығарған жоқпыз ғой. А бұл жолы көбісі Зене мен маған. Күшеті қалай болған киім Зенеде. Фотосын саламыз, жарайды. Қайтқан Зенеде.
Я очень змейка. Жоқ, ол менікі. А, я. Маманыкі. Опять джинсы такие красивые. Я тоже. Осыған үйлестіріп, сары футболка заказ берген. Я тоже себе такую хочу. Ладно, сен салсын. Анашым, сен жасын әдемісің. Я и так размером спортила. Вау, Вау. Я не буду это носить. Ой, кисер. Я? Бұл футболкам. менікі, ол да. Ой, так много. Мен өзіме көп киім заказ бердім. Жазға. Это вроде белая футболочка. Қалай, сапасы қалай? Вау, но она чуть-чуть мокрая. Жоқ, неге мокрая? Это мокрая. Тут колечки есть. Вообще материал просто бомба. Рахмет, күшті ол. Давай, маған лақтыр. Вот, давай покрасить куртку. Давайте екеуін ашыңдар. Вау, это похоже. На розовый. О, на синие колготки. Я үш колготки болу керек. Ішінде тағы бар ма? Нормально. Қане, А, да. жоқ ол зенеге. Жаңағы шалбарлармен үйлестіріп киюге. Вау, они такие милые. Ашшы қарай. Пупусик. О, керемет. А мне кажется, это Розовый әдемі. Жоқ, Это большие. үлкен болмайды. Жақсы. Анашым, такой. О, күшті матасы бәрі керемет екен. Беленькие. И потом Ладно. розовенькие. Этикетка ғой. Енді Ең соңғысы. я және ең үлкені. Я. Бұл кажется менікі, сенікі. Да, это мое, но меньше. Вау! Красота такая. Я уже... И біреуін ұстаңдар, біреуін былай тартыңдар. О! Вау, маленько. Саған қандай үлкен. Кім көпшікті жасты шақтап жатқанды жақсы көреді, комментарияға жазып кетіңіздер. О, енді мынаны ашып көрейік, сапасын бәрін көрейік. Вау, қандай үлкен. Түрін көрсетші. Ұзын. Мен ойым сақты. Бізде Ажарда, Ажардан- Айша да жастықты құшақтап жатқанды жақсы көреді аяғымен. Ойым. Енді Мен міне бойымнан ұзын. Жоқ. Сен былай істеп отырсың. енді осы сичті құшақтап жатасың болған. Сич па? Сиш, наверное. Жақсы. Біздің посылкаларымыз бітті. Біздің каналымыздан алыстамаңыздар. Подписка және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен сау болыңыздар.